Адамның өмірінде өз күшіне сеніп, ешкімге алаңдамай өмір сүруді үйренудің маңызы зор. Ешкімнен ештеңе алмай өмір сүр деген сөзді мен ешкіммен араласпау, немесе ешкімнен көмек қабылдамау деп түсінбеймін. Оның негізгі мағынасы өз өміріне жауапкершілікпен қарап, барынша тәуелсіз болуға ұмтылу. Әр адам өмір жолында түрлі қиындықтарға кездеседі. Кейде біз біреудің көмегіне мұқтаж боламыз. Ата-анамыздан, достарымыздан немесе жақын адамдарымыздан қолдау аламыз. Бұл қалыпты жағдай. Алайда адам үнемі өзгелерге сүйеніп өмір сүрсе, өз мүмкіндіктерін толық пайдалана алмауы мүмкін. Сондықтан жастайынан өз ісіне жауап беруді, дұрыс шешім қабылдауды және қиындықтарды жеңуді үйрену қажет. Тәуелсіздік ең алдымен адамның ойынан басталады. Өз пікіріңді қалыптастыру, жасаған ісіңнің нәтижесін түсіну, қателіктерінен сабақ алу, тұлға болып қалыптасудың маңызды белгілері. Мысалы, оқушы өз сабағын ешкім ескертпей орындаса, уақытын дұрыс жоспарласа, және мақсатына жету үшін еңбектенсе, ол біртіндеп жауапкершілікке үйренеді. Мұндай әдеттер болашақта да үлкен пайдасын тигізеді. Өз күшіңмен жетістікке жетудің ерекше қуанышы бар. Бір істі қиындықпен болса да өзің орындап шыққанда, өз қабілетіңе деген сенімің артады. Ал үнемі біреудің дайын көмегін күту адамды жалқаулыққа немесе сенімсіздікке әкелуі мүмкін. Сондықтан маған біреу жасап береді деген ойдың орнына мен мұны өзім қалай істей аламын деген сұрақ қойған дұрыс. Дегенмен тәуелсіз болу айналаңдағы адамдардан толықтай бас тарту деген сөз емес. Адам қоғамда өмір сүреді және бір-біріне көмектесу арқылы көптеген жақсы нәтижеге жетеді. Біреуге көмектесу де, қажет кезде көмек сұрауда әлсіздік емес. Ең маңыздысы көмекті әдетке айналдырып, өз жауапкершілігіңді басқа адамға жүктемеу. Өмірде әркімнің өз жолы бар. Біреудің жетістігіне қарап өзіңді төмен бағалаудың қажеті жоқ. Әр адам өз мүмкіндігіне сай әрекет жасап, күн сайын өзін дамытуға тырысқаны жөн. Бүгін істей алмаған нәрсеңді ертең үйренуге болады. Ол үшін еңбек, шыдамдылық және табандылық керек. Қазіргі заманда білім алу мен жаңа нәрсені үйренуге мүмкіндік көп. Кітап оқу, тәжірибе жинау, қателіктерді талдау және пайдалы дағдыларды дамыту арқылы адам өзіне қажетті қабілеттерді қалыптастыра алады. Өз бетінше үйренуге дағдыланған адам кез келген ортада өзін сенімдірек сезінеді. Менің ойымша, ешкімнен ештеңе алмай өмір сүр деген ұстанымның ең дұрыс түсінігі ешкімге масыл болмай, өз өміріне өзің жауап беру. Адам өз күшіне сеніп, еңбектеніп, адал жолмен жетістікке жетуге ұмтылуы керек. Бірақ сонымен бірге айналасындағы адамдарды бағалап, олардың көмегін құрметтей білуі қажет. Өз өміріңді өзің басқару үшін міндетті түрде бәрін жалғыз жасау қажет емес. Ең бастысы, шешім қабылдауда дербес болу, жауапкершіліктен қашпау және қиындық кездескенде берілмеу. Нағыз тәуелсіз адам өз күшін бағалайды, бірақ өзгенің көмегін де қадірлейді. Сондықтан әр адам өмірден өз орнын табуға тырысуы керек. Өз мақсатыңды анықтап, соған қарай әрекет етсең, біртіндеп өзіңе деген сенімің артады. Адамның ең үлкен байлығы оның білімі, еңбегі, тәжірибесі және мінезі. Осы қасиеттерді дамыта алған адам болашағын өз қолымен қалыптастыра алады. Қорытындылай келе, ешкімнен ештеңе алмай өмір сүр деген сөз бізді жалғыздыққа емес, жауапкершілікке шақырады. Өз күшіңе сен, еңбектен, қиындықтан қорықпа және әр істің нәтижесіне жауап бере біл. Өмірде адамдардың қолдауы маңызды болғанымен, адамның өзіне деген сенімі мен талпынысы одан да маңызды. Өз аяғында нық тұрып үйренсең, қандай жағдай болса да алға ұмтылуға күш табасың.